Ассалаумағалейкум, асыл бауырым. Уағалейкум ассалам. Қалдарыңыз қалай? Амансыңдар ма? Жақсы. Аман есен, өздеріңіз. Аманда шығайын деп жақсы көретін бауырым болғасын. Рахмет. Оралдан болам, Оралдан. Оралдан? Өзінен ба? Ауылынан болам. Не болды, ресейліктер келіп жатыр ма сіздерге? Келіп жатыр ғой, шүкір. Көп қойды ма? Етеді. Не жаңалықтар болып жатыр Оралда? Басқа айтыңызшы. Ауылдық жерде тұрам, мен барған жоқпын әлі қалаға. Өзің қай жерден ба? Баяғыда казактардың бір несі ойды, жиналысы ма, көтерілісі ма? 90-шы жылдар. 91-де болды ғой. Иә. Сол казактардың тағдыры не болды? Көшіп кетті ме олардың бәрі? Олар деген бір жерден келді ғой, сол Оренбургтен ба, соны тойлады да, сосын қайтадан сол жинап ыдырат жіберді ғой. Жергіліктілер болған жоқ па арасында? Болды ма? Оны білмейді, біз баламыз ғой ол кезде. Дұрыс. Жергіліктілер бар ғой, жергілікті өзінің тұрғатындар бар ғой. Содан бері тыныш дейсіз ғой жақта? Тыныш, иә. Дұрыс болыпты. Өзің қай жерденсің? Мен Алматы облысы. Ауылынан ба, тоже? Иә, Еңбекші Қазақ ауданы деген жер бар. Ауылдан. Сосын бір сұрайын деп едім, осаны өте бойдақтың жақсы тарихын білетін бір кісімен сұхбаттастың ғой, бір ютубтан көріп қалып едім осы былтырлар. Сол қандай кісі? Иә. Асқар Селеубай деген тарихшы ағамыз ғой, жазушы ағамыз. Ол кітап жаңағы. Айта бер. Кітап толығымен жетпеді дейді ғой бізге. Ол кітапты Қытайдан алдырды ма? Жаңа көне тілде жазылған дейді. Мен өзім оқыған жоқпын ол кітапты. Жаңа сол кісімен сұхбаттасып, сол Асқар ағамызда кітап болған екен, үйінде таппай қойдық, маған беріңізші оқуға дедім. Сен түсінбейсің оны дейді да. Көне тілмен жазылған, мысалға кітап деген сөздер бар ғой біздегі. Ол жерде бітік деп жазылған да, мысалға. Бұрын қазақтар кітапты бітік деп айтқан екен ғой. Ана кітап деген сөз арабтың китабун дегеннен енгені ғой. Кейінірек енді ол. Сол сияқты сондай түсініксіз сөздер көп арасында деп айтқан еді сол ағамыз. Бұлай әңгімесін тыңдап, сол өте бойда мықты адам болған ғой, мықты тұлға ғой, қазақтан шыққан. Алғашқы медицинаны дамытқан. Бұрыннан бізде қазақтарда медицина болмаған деген сияқты нені құйды ғой біздің санамызға. Ұғымды. Сөйтсек, медицинада болған, бәрде болған дейді ғой. Жаңа өтей бойдақтың екпе жасағаны жайлы, оталар жасағаны жайлы. Ауырады ғой адам баласы, біз сияқты адам баласы ғой, ол кезде де ауырады ғой, соны қалай емдеп отыр дейсің, сондайлармен емдемеп отыру. Иә, дұрыс айтасыз. Одан кейін қазақтың сөздеріне мән берсеңіз, мына қандауыр деген сөз бар ғой қазақта. Қандауыр деп жаңағы скальпельді айтқан ғой. Скальпель, ота жасаған, адамды кесетін жерлер болса кесіп қан шығарған сияқты. Қандауыр деген жаңағы саймандары болған жаңағы. Бақсы балгерлердің дарымшы деп атаған, мысалға. Дарымшы дегеніміз, ол да жаңа емшіні дарымшы деп атаған бұрынғы көне сөздердің бірі ғой. Қазір қолданбайды ғой, мысалға, дарымшы деген сөзді. Сол сияқты ақпараттар көп қой біздің жаңағы өзіміздің тарихымызда. Тілге көп мән берсек, тілде көп нәрсе жатыр ғой бізде. Лингвистика дейміз, этимология дейміз, сөздің шығу төркіні дейміз, соның бәрін зерттесек, тек қана медицина емес, қазақтарда
қазақтарда жаңағы неде болған ғой жаңағы бағбаншылық, ағаш егіп ағашты жаңағы будандастырған, колеровать еткен, ағаштың сорттарын, түр-түрін шығарған. Мына мысалға Алматының жоғары жағында тауда голубая ел дейді ғой, жаңағы көк шырша бар. Сол тек қана бізде өседі екен, оны да будандастырып шығарған дейді. Сондай нәрселер көп, оның бәрін ізденіп оқысаң, біздің тарих тереңде жатыр, көп нәрсе болған, бәрін жойып жіберген. Соның бәріне енді ішің ашиды әрине, көп нәрсе сақталмады ғой. Бірақ біздің ата ол бабамыз өте деген данышпан. нағыз құндылықтар ғой енді Өтебайдақтың несі деген. Сонда адамдарды емдеп тұр ғой, қазіргі медицина сияқты емес. Ол кезде натуральный шөптермен, табиғи жәндіктермен емдейді. Сол құртқа тәуіпті де айтты ғой сол кісі, да? Иә, құртқа тәуіп деген ол жаңағы құртқа тәуіп деген жаңағы қасқырдың мына түріктердің партиясы бар, білесіз ба? Бозқұрт деген. Мына бозқұрт дегеніміз жаңағы көк бөрілер деген сөз ғой. Мына құрт деген сөздің өзі бұрынғы біздің қазақтың тіліне қарасаңыз, осы қасқыр дегенді білдіреді. Құртқа деген жаңағы қасқырдың арланын ба, ұрғашысын, арланын білдіреді ғой, жаңағы құртқа деп атаған ғой бұрын ата бабамыз. Сол сөздерде мысалға қазір жойылып кеткен, қолданбаймыз. Сол сияқты сөздердің көбісіне мән беріп жүру керек та. Мұнда бір комментарийға жауап бере салайыншы. Дұрыс жазбаппын, вахабиссіз ба дейді. Адам сақал қойса міндетті түрде вахабист болу керек па? Осы адамдардың кейбір жазған комментарийлеріне таңғаласың да. Олар отырып алып, не ғой, сауатсыздар ғой, ол ішіп отырған адам ба, ішіп отыр ма, пиіп ішіп отыр ма, ол. Иә. Келді де бір телефон айта салды оған. Аяқ астынан кіріп кетті дейді ғой эфирге. Кіріп кетті де, сол шығып қалды да, соны басып қалды ғой. Иә.